Қазақконцерт мемлекеттік концерттік ұйымының солисті Асқар Мұқият дәл қазір дайындық үстінде. Қарап көрейік. Құрметті достар, дәл қазір біз Асқар мырзадан бір-екі сұхбат алсақ, рұқсат болса, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, ойдағыдай. Қандай концертке дайындалып жатсыз? Енді алдымызда үлкен мерекелер келе жатыр. 16 желтоқсан қазағымыздың бір айтулы мерекесі, ерекше күні бұл. Сондай үлкен концерттерге дайындалып жатқан. Қанша уақыттан бері жұмыс жасайсыз қазақ концертте? Бұл қазақ концертте міне 2 жылға аяқ басып келе жатыр. 2 жыл болды, 1 жылдан асты. Қай жақта оқыдыңыз жалпы? Осы Астана қаласында Қазақ ұлттық өнер университетінде. Шабытта оқыдыңыз, тамаша. Енді өзіңіздің болған ең үлкен іс-шаралар, концерттер жайлы айтып өтсеңіз. Енді осы елімізде, осы Қазақстан Республикасында үлкен концерттерде болып жүрмін. Енді бұл өз елімізде ғой. Енді біз үшін осы қазақ өнеріндегі ең үлкен жетістік ол шетелде, Европада. Европаның өтірік айтпасам жартысынан көбін аралап болдық. Америкада болдық, Нью-Йоркта, Вашингтонда. Тамаша. Өз өнеріңіздің арқасында әлемнің біраз жерін аралап кеттіңіз. Аллаға шүкір, Алланың пейілі және өзіміздің бек дайындығымыз деп білемін. Тамаша. Енді рұқсат болса біздің көрермендерімізге бұл Астананы жағалайық жобасы, біздің көрермендерге жалпы қазақ өнерін бағалаушылардың барлығына бір ән орындап берсеңіз. Кішігірім. Бір шумақ болса. Мен жаңа ғана осы Естай атамыздың 150 жылдығы болып жатыр биыл. Түркияда аталып өтіледі. Соған осы Естай атамыздың қордан әнін дайындап отыр еді. Содан бір шумақ болса, қыз бар маралдыда қорлауғаян табиғат берген екен күн мен аян мұратқа көзденген жан Әрау жетпес дәлиғай арманымы көп не қылайын Husni Orlan iki ay bağlanıp iki ay tuğan ekin bir anadan. Тамаша, браво. Көп рахмет сізге. Өнеріңіз өрлей берсін дейміз. Құдай қаласа. Қазақ өнерін бүкіл әлемге танытатындай өнер иесі болсын деп тілеймін сізге. Көп рахмет. Көріскенше. Бұл Астананы жағалайық жобасы. Әрмен қарай жалғастырамыз, кеттік.